Сәлеметсіңдер ме достар, сендермен бірге мен үй мысығы Багирамын. Балалар, сендер мысық пен иттердің адамдармен қалай достасып, солармен бірге қолдарына үйренісіп бірге тұратын күндерін білесіңдер ме? Бұл қалай болғанын? Егер білмесеңдер, мен сендерге керемет ертегі айтып беремін. Баяғы өткен заманда бір атай мен әжей өмір сүріпті. Олардың балалары болмапты. Олар атай егін егіп, сол егінді жинап, астықты қамбаға салып, сақтап, үнемдеп, арасынан аз-аздан алып, базарға барып сатып, сол ақшаға шай тұзын алып жүреді екен. Бір күні атай қамбаның есігін ашып қараса, іші тола тышқандар жүр екен. Тышқандар дегенің барлық дәндерді жемегенін ортасынан қақ бөліпті. Содан атай зар еңіреп жылай бастайды. Енді қайттым, осы дәндерді сатып ақша тауып күн көруші едік қой, сүтімізді, етімізді, тұзымызды алушы едік, енді қайттық деп зар жылап тұрған кезде осы маңайда қастарынан мысық өтіп бара жатады. Мысық: мяу, ей, сендер неге сонша зар жылап тұрсыңдар, не болды сендерге дейді. Сонда атай басына өткен барлық оқиғаны айтып береді. Мен сендерге көмектесе аламын. Қанекей, қайда тышқандар? Сұмырай тышқандардың сазайын берейін дейді. Атай қамбаның есігін ашып, мысықты кіргізеді. Мысық: енді атай, есікті сыртынан жаба қойыңыз, мен бұл тышқандармен өзім айналысамын дейді. Сөйтіп, қарны шұрылдап, ішерге тамақ таппай жүрген мысық бірнеше тышқанды лезде шап беріп ұстап алады да қылғыта жөнеледі. Қарны тойып, жағдайы жақсарған мысық енді қамбада өмір сүретін болады. Жаңбыр да жаумайды, күн де суық болмайды. Күндер өтеді. Бір күні мысықтың азығы таусыла бастайды. Өйткені барлық тышқандар мысықтан қорқып қашып кетіп, енді қамбаға жоламайтын болады. Сөйтіп, қарны ашып азығы таусылған мысық әжейге барады. Әжей, маған қандай жұмыс тапсырасыздар? Менің азығым таусылды, енді қайтейін дейді. Сонда әжей: уайымдама, сен бізбен бірге тұр, мен сені үйіме кіргіземін дейді. Сөйтіп, әжей мысыққа бір тостақ сүт береді де өзінің үйіне кіргізеді. Сол күннен бастап мысық әжей мен атаймен бірге тұра бастайды. Мысыққа қайда жатса да, қалай жүрсе де, қай жерді басса да, үйде барлығына рұқсат беріледі. Бір күні бастарына тағы да бәле түседі. Атай сыртқа шығып қараса, қорадағы қойларын қасқырлардың жеп кеткенін және бірнешеуін жарылап кеткенін көреді. Зар еңіреп, мына зұлым қасқырлардың сазайын беретін біреу бар ма екен деп жылап отырған кезде мысықтың ойына керемет ой келеді. Атай, мен сізге көмектесе алатын білемін кім бар екенін. Қазір мен оны ертіп келемін дейді де кетіп қалады. Көшелерді аралап іздеп жүрсе, тамақ таппай, әр жерді шұңқырдың барлығын тіміскілеп жүрген итті көреді. Мысық итке барып: әй, ит, сен мені тыңда, мен саған керемет ақыл айтамын дейді. Бұлайша тіміскілеп, шүмеңдеп, әр жерден тамақ іздеп жүргенше, сен одан да менімен жүр. Атай және әжеймен бірге тұрамыз. Сен оның қорадағы қойларын қорғайсың дейді. Ит қуанып кеткен, жүгіріп: қанекей, көрсет маған, қайда ол атай мен әжейдің үйі дейді. Мысық алдына түсіп, бұлғаң етіп құйрығын атай мен әжейдің үйіне жетіп келеді. Мысық атай мен әжейге: бұл ит, бұл сіздердің қораларыңыздағы қойларды қорғайды және де мына қасқырлардың сазайын береді дейді. Атай мен әжей қуанып кетіп, қарны ашып, ішегі шұрылдаған итке бір тостақ тамақ береді. Тойып алған ит қораның алдына барып тұра қалады да көз ілместен қораны қорғай бастайды. Күзетке тұрады. Сөйтіп, түн болады, таңға таяу, кішкене күн шығып, таң ата бастаған кезде бір қасқыр жетіп келеді.
қораға баса көктеп секіріп қойларға тап берейін деп жатқан кезде ит көз ілмеген осының барлығын бақылап тұрады да қасқырдың сазайын береді. Тамағынан шап беріп тістеп алады да қасқыр ойбай құтылдым деп жүгіріп жаны шығып қашып кетеді. Мінекей осы күннен бастап ит пен мысық атай мен әжейдің үйінде барлығы бірге тату тәтті тұрады. Ит атайдың қорасындағы қойларын қорғайды, ал мысық болса тышқандардан қорғайды. Осылайша ұзақ өмір сүріпті. Мінекей балалар, осы күннен бастап ит пен мысық ата-аналармен дос болып солармен бірге өмір сүрген екен. Келесі кездескенше сау болыңдар.